Атамның екінші үлкен ұлының баласы Мұрат ағам болса, екінші ұлының баласы мен едім. Екеуміз кішкентайдан бірге өскенбіз. Қылмаған қылығымыз жоқ. Қатты тентек едік. Сол тентектіктен ертеден оқудан шығып малшы болдық. Тұрақты қызметіміз болмаған соң күндеріміз күнде дастарханда болып, арақпен жолдас болдық. Уақытымыз шыға қалса болды, үй іші бала шағамызбен бірге түрлі бас қосулар болып, арамыз әлі күнге дейін жақын келеді. Осыдан бір жыл бұрын малды жайлауға айдап тастап, босаңсып, ергіп жүрген бір күні Мұрат ағам екеуміздің басымыз тағы қосыла қалмасы бар ма? Сонымен ауылдың шетіндегі бір магазинге арақ ішіп отыра қалдық. Түрлі әңгімелер айтып отырған едік. Қай уақыттан басталғаны белгісіз, көне кездегі әр түрлі жерлердің өлімдегі ғұрып әдеттерін әңгімеге қосып айтып отыр екенбіз. Бір уақытта Мұрат ағам қолындағы рамкадағы арақты төңкеріп тастағаннан кейін маған бір басын жақындатып, сөзін біреулер естіп қалмасын дегендейін ақырын шығарып: «Әй, осы көне кезде адам өлгенде бағалы нәрселерді қосып көмеді деуші еді ғой. Кейбір жерлерде әлі сондай салт бар екен. Кеше ғана қайын жұрт жақтың ауылындағы бір өлімге барып қайттым. Қайтыс болған кісі басқа ұлыт екен. Сол қайын жұртыммен жақсы көрші болған дейді. Содан барып қайттық. Олардың салты бойынша адамды қайтыс болғаннан кейін киімін кигізіп, алқа моншақтарын тағып, тірі адамдай қылып жерлейді екен. Сол кісінің бір алтын сағаты бар екен қолында. Соның өзін қосып көме салды», деп көзін сығырайтып маған қарады да, жақындатқан басын құлағымның жанынан алыстатып барып, мырсылдап маған қабағын екі көтеріп жымиды. Маған қандай ойың бар дегендейін. Мен сәл кідірдім де, онда обал ғой, ақшаға жарап тұрған нәрсені көме салғаны, дей бергенімде Мұрат ағам сөзімді жұлып әкетіп: «Соны айтпайсың ба? Мен де соны ойлап тұрмын. Ана қайтыс болған кісіге емес, ана қолында кеткен алтын сағатқа шың ашиды», деп барып тағы бір рөмке арақты төңкеріп тастады да, сөзін онан ары сабақтай түсіп: «Соны шіркін білдірмей қазып, қолындағы алтын сағатын алып қайта көміп қояр ма еді?» деп қарқылдай күліп барып, күлкінің аяғын дереу жиып алды да маған жымия қарады. Бейне менің бұл айтқаным қалжың емес, бұл жұмысқа қалай қарайсың дегендей бейне байқатып. Әңгіме осы жерге келгенде арақта басқа шығып қалған екен. Сол арақтың қызуымен елеуреп тұрғанда осы әңгіме екеумізге бап болғандай. Ақыры сол күні түнде мас жүрген қалпы барып, ана өлген кісінің қабырын қазып, алтын сағатты алатын болып келістік. Өзі де алыста емес, көрші ауылдың шеті ғана екен. Үйден бір темір күрек алдық та екеуміз атпен шапқан беті түн ортасы дегенде әлгі қайтыс болған кісі көмілген қабырдың жанына жетіп бардық. Бір жағынан алтын сағатты алсақ деген ақшаның желігімен, енді бір жағынан арақтың елеуретуімен екеуміз бара салып, жалғыз күрекпен кезек-кезек қабырды қаза бастадық. Көмілгеніне бір күн ғана болғандықтан қабырдың топырағы әлі бос екен. Оңай қазылды. Біраз уақыт өтті дегенде күрегіміз тақырлаған ағаштың жасалған мәйіт қойған табытқа тірелді. Қанша дегенмен істеп жатқанымыз сорақылық болғаннан кейін адам қорқады екен. Табыттың қақпағын сен аш та, сен аш болып біраз тұрғаннан кейін Мұрат ағам ақыры табытты өзі ашты. Жерленгеніне 2 күн ғана болғандікі ме білмеймін, адамда ешқандай өзгеріс жоқ сияқты екен. Түріне қарасам, бір орта жастардағы әйел адам екен. Оң қол білегінде жарқырап тұрған бағалы алтын сағат бар екен. Сөйтіп тұрғанда Мұрат ағам: «Неменеге сілейіп тұрсың? Тез ана қолындағы алтын сағатты ал. Тез кетейік», деді асыға. Байқасам екеуміз де қатты қорқып тұрған ұқсаймыз. Мастығымыз бірақ тарап кетіпті. Сонымен дәл мен ақырын еппен ана әйелдің қолын көтеріп қолындағы сағатты ала бергенімде, өлген мәйіт деп жүрген адамымыз шап беріп менің қолымнан ұстай алды. Мен де баж ете түстім. Қарап тұрған Мұрат ағам да баж ете түсті. Әлгі әйел басын көтеріп көзін ашып бізді көріп, ол да бажылдады. Мұрат ағам екеуміз алтын сағатыңды ары тарт, шайтан кезікті, жан керек дегендейін шыңғырған беті байлаулы тұрған атымызға қарай қаштық. Осындайда қорқып қолымыз дірілдегенде аттың дізгін бауы шешіле қала ма? Түйіншектеліп шешілмей екеуміз атқа міне алмай тұрғанда ана әйел артымыздан «Құтқарыңдар!» деп айғайлап жатқанын естіп,
Артқа бұрылып қарасақ, шайтан тұрмақ ештеме жоқ. Сол әйелдің өзі екен, өлмепті. Баяғы сол адам қалпы бір жағынан аттың тізгіні шешілмеген соң, ақыр қасымызға келгенге дейін кете алмадық. Ақыры ентігімізді басып, үшеуміз ат байлаған жерде жөн сұрастық. Әйелдің айтуынша өзінің үйде төк жөндеп отырып төк соққанын біледі екен. Одан қайтып ес ақылын жиғаны осы екен. Ортасында не болғанын білмейді. Сонда барып біз болған жағдайды бірақ түсінгендей болдық. Бұл адам төкке соғылып қатты талып қалған. Өлмеген адамды үйіндегілер өлді деп әкеліп көміп тастағанда су шерлігі болып бізге кездесіп жаны қалыпты. Сонымен бізде келген жайымызды жасырмай айта салдық. Ол әйел бізді кінәлағанды қойып, алғыстан алғыс жаудырып, өзін үйге жеткізіп тастауды өтінді. Содан атымызға мінгестіріп, ауылына шүйінші айттырып алып бардық. Барған соң әлгі әйел тек үйіндегілерге біздің өзін құтқарып қалғанын ғана айтып, басқа ештеңе айтпады. Бұны естіп бізде қуанып қалдық. Сонымен оның үйіндегілер екеумізге 2 алтын сағат тағып рахметтерін айтып жолға салды. Сөйтіп мас болып жүріп алтын сағат тағып адам құтқарған әңгімеміз бар Мұрат ағам екеуміздің.